Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен түріктердің тәтті нанды семит дайындайтын боламыз. Керекті ингредиенттерді видеоның төменгі жағынан таба аласыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Және де үстіне жылы суымызды құямыз. Содан соң тұзымызды, қантымызды және де аштығымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Сары майымыз ерімейді, бізде тек араласса болғаны. Араластырып болған соң, ұнымызды електен 3 бөлікке бөліп отырып саламыз. Ұнымызды салған сайын жақсылап араластырамыз. Ұндарымыз біріге бастаған кезде жақсылап қолымызбен қамыр илейміз. Бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлемінде көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Күнжітімізді дайындаймыз. Күнжітімізді осылай құрғақ табаға ешқандай майсыз, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Мінекей қамырымыз көтерілді, жұмыс жасауға дайын. Енді осы қамырымызды 8 бөлікке бөліп аламыз. Бізде 8 семит шығады. Әр бөлінген қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп, бетін жауып қоямыз, бір-бірден жұмыс істейтін боламыз. Осындай әдемі семит жасау үшін ең алдымен қамырымызды қолымызбен осылай созып аламыз. Қатты жіңішке етуге болмайды, орташа қалыңдықта болуы керек. Және де видеода көрсетілгендей етіп, орап түйіп шығатын боламыз. Міне бізде осындай семиттер дайын болды. Араларын алшақ қою керек. Және де бетін жауып 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. 15 минуттан соң қамырымыз жұмсарып, жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Біз оған дейін сиропымызды дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқаның ақуызын және де суды, балды салып, балымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Жұмсарып тұрған қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай жақсылап созып, сиропымызға батырамыз және де күнжітке екі жағынан аунатып батырып аламыз. Дайын болған соң 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз.
семитіміз дайын болды. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дәмі өте ерекше, өте керемет болып шығады. Осы рецепті пайдалана отырып жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Және де менің алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.